Сәлеметсіздер ме, 8 сынып оқушылары? Бүгін біз сіздермен бірге Қазақстан тарих пәніне арналған тәжірибе талдауымызды бастайтын боламыз. Бүгінгі біздің тәжірибе талдауымыз максимально 25 балдан тұратын болады. Міне көріп отырмыз. Ендеше тасымаға көшеге. Міне. Бүгінгі біздің тәжірибе талдауларымыз 4 тасымадан тұратын болады. Бірінші тасымамыз тест тасымасы. Яғни міне біріншісі 5 сұраққа жауап беру өтетін боламыз. Бұл тасымаға 5 балл берілетін болады. Екінші тасымада әміршіл әкімшіл жүйе саясатының нәтижесінде орын алған өзгерістерді берілген салалар бойынша талдаңыз дейді. Саяси өзгерістер, әлеуметтік өзгерістер, экономикалық өзгерістер және мәдени, ұлтаралық қатынастар өзгерістері және қорытынды жасаңыз дейді. Бұл тасымаға бізде 6 балл беріліп отыр екенін көріп отырмыз. Келесі үшінші тасымада индустрияландыру саясатының жетістіктері мен кемшіліктері және бұл саясат тиімді болды ма деген сұраққа жауап беруіміз керек. Бұл тасымаға ең жоғарғы балл 10 балл беріліп отыр. Төртінші тасымада Ахмет Байтұрсыновтың қазақ тіл білімінің негізі салушы қоғам қайраткері ретіндегі қызметіне дәлелдер келтіріңіз дейді. Бұл тасымаға 4 балл беріліп отыр екен. Балалар, сіздерге алдымен ескертетін жағдай, сіздерге бүгінгі шығарылым ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздер сіздерден үлкен қолдау күтетін боламыз. Ендеше кеттік. Алдымен бірінші тасымадан бастап кетейік. Міне, бірінші тасымада бізде тест тасымасы болатын. Міне көріп отырмыз. Бұл тест тасымада бізде бесеудің хаты кімге жолданды деген болатын. Бұның жауабы әрине бізде Филипп Голошокин деген кісі болатын. Түсінікті? Сталинге емес, Филипп Голошокин. Екінші вариантта 1931-33 жылдары республиканың 6,12 миллион тұрғынының қаншасы аштықтан қырылды дейді. 2, 2,1, 3 миллион, 3,1. Әрине бізде жауап болады 2,1 деген. Түсінікті? В варианты. Үшіншісі 1930-32 жылдары аштықтан түрлі індеттерден халықтың қанша пайызы қырылды дейді. Бізде бұл жерде жауап болады 40% екен. 40%. Есе сақтап аламыз балалар. Төртінші сұрақта бізде 1929-1933 жылдар аралығында Қазақстан жеріндегі Біріккен мемлекеттік саяси басқармасы уәкілетті органның үштігі қанша адамға ату жазасын шығарды дейді. Әрине бұл жерде бізде дұрыс жауабы В варианты болады. 3386 мың адамға ату жазасын тағайындағанын біз біледі екенбіз. Келесі 5-ші сұрақ. 1930-31 жылдары республикадан тыс жерлерге қанша адам жер аударылды дейді. Бұның жауабы бізде әрине 6800 деген Д варианты болады екен балалар. Міне осымен біздің бірінші тасымамыз толық аяқталды балалар. Дұрыс жауаптарын белгілеп аламыз дәптерге. Енді біз әрине екінші тасымамызға көшеді екенбіз. Екінші тасымада бірінші саяси өзгерістер. Қазақ халқының тілі мен тарихын жою, саяси тәуелсіздігі, шынайы егемендігін айыру, Қазақстанда кіші қазан жоспарын жүзеге асыру және тағы басқа жоспарлар жүзеге асқан болатын. Екіншісі әлеуметтік өзгерістер. Қазақ халқын отырықшылыққа көшіру мен ауыл шаруашылығын ұжымдастыру және тағы басқа реформалар жүзеге асырылған болатын. Және де экономикалық өзгерістер. Қазақстанда елдің шикізат базасы ретінде дамыту керек болды. Түсінікті? Яғни Қазақстан жері Ресей үшін арнайы шикізат базасы ретінде ғана қарастырылған болады. Мәдени өзгерістер. Ұлт зиялылары қуғынға ұшыратылып, мәдениетінің дамуы кері әсерін тигізген болатын. Міне көріп отырмыз. Келесі ұлтаралық қатынастардың өзгерістері. Ассимиляция саясатын жүзеге асыру есебінен республиканың ұлттық әлеуетін жақсарту және тағы басқа жоспарлар жүзеге асырылды. Және де ең соңғысы екінші тасымада қорытынды жасау керек болды. Менің ойымша әлеуметтік сала көп өзгеріске ұшырады. Адам шығыны, аштық, репрессия және тағы басқа саяси оқиғалардың салдары осы саланы айналып өтпеді. Міне балалар көріп отырсыздар, екінші тасыманың 6 сұраққа жауаптарын көріп отырсыздар. Нақты жауаптарын жазып алады екенбіз. Үшінші тасыма индустрияландыру реформасына байланысты болатын.
бірінші жетістіктерін атап өтейік. Біріншісі, көмір өнеркәсібі дамыған ірі орталыққа айналды. Екіншісі, Қазақстан қорғаныс өндіруде бірінші орынға шықты. Үшінші, химия өнеркәсібі жоғары қарқынмен дамып, ірі өндіріс орындары салынды. Төртінші, жаңа жұмыс орындары ашылды. Міне бұл жетістіктері. Ал енді кемшіліктеріне тоқталайық. Ауылдағы өндірістік күштердің күйреуі. Екінші, Қазақстан өнеркәсібінің шикізат бағыты. Үшінші, пайдалы қазбалардың өндірілуінің қиындығы. Міне көріп отырмыз, енді индустрияландырудың саясаты тиімді болды ма деп сұрақ қойып отыр. Менің ойымша, бұл саясат тиімді болды. Еліміздегі ауыр өнеркәсіптер қарқыны дамыды, пайдалы қазбалар игеріле басталды. Міне, осымен біздің 3-ші тасма толық аяқталды, балалар. Енді 4-ші тасмамызға көшейік. Қазақ тіл білімінің негізін салушы. Қазақ халқының тұтынып отырған араб алфавитінің теріс жақтарын, кемшілік тұстарын көріп, өзгеріс енгізуді қажет деп санайды. Ол туралы ойын қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде сөйлеген сөзінде айтқан болатын Ахмет Байтұрсынов, біздер білеміз. Одан кейін қоғам қайраткері ретінде қарастырамыз. Ахмет Байтұрсынұлы Алаш партиясы бағдарламасын даярлаған шағын топтың құрамында болды. Байтұрсын мен Дулатұлы қазақ арасында бұрыннан келе жатқан ру жүз аралық алауыздыққа байланысты Алашорда үкіметінің құрамына саналы түрде енбей қалды. Бірақ олардың қазақ ұлттық мемлекеттік идеясын жасаушы топтың ішінде болғандығын замандастары жақсы біліп мойындады. Дейді. Одан кейін бізде тжымымыздың ең соңғы сұрағы Байтұрсыновтың болашақ ұрпаққа қалдырған ұлы мұрасы деп нені атар едіңіз дейді. Қазақ тілімен кітабын жазған, қазақ тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің іргетасын қалаған алғашқы тұлға, алғашқы әліппенің авторы деп таниды екенбіз. Балалар, осымен бүгінгі біздің тжб талдауымыз аяқталды. 8 сыныпқа арналған. Егер бүгінгі шығарылымыз, тағы да айта өтейін, бүгінгі шығарылымыз ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздерден үлкен қолдау күтетін боламыз. Ендеше сау болыңыздар.